Жүрегіміз сыздап қалды, сөйтіп қой түсе салайыншы өзеге деп түстіңіз, сізге айтты ғой бір тамыры бекітіліп тұр екен, жүрегіңіздің соғуы нашар, жүрегіңізді емдетпесеңіз бұл инсультқа алып баруы мүмкін, ертең басқа болуы мүмкін десе, сіз қорқасыз, өліп қалам ба деп барып емдетесіз, жазып берген дәрілерін күнделікті уақытысында ішесіз. Жүрек тамырларын ашу керек болса барып операциясында жасатасыз. Неге? Себебі өміріңізге алаңдайсыз. Ертең Алла субханала тағаланың алдына барған кезде жүрегіміз қандай жүрек? Қап-қара жүрек па, ақ жүрек па? Алланың назары түскен кезде ол жүрек қандай жүрек болады? Кәллә бәл рана аля құлубихим деп Алла субханала тағала айтпақшы. Тот басқан, сасып кеткен, шіріп кеткен жүрекпен барамыз ба? Ертеңгі өміріміз ол бұл өмірден маңызды. Ертең Алла субханала тағаланың алдына барған кезде жүрегімізді тексеретін узи, одан шығатын нәтиже бұл дүниедегі әлгі жүрегіміз ауырып өліп қалатын болсақ, одан қайда ауыр? Ондай болатын болса, ол жүрекпен айналысу керек. Ол жүректі емдету керек. Ол жүрек үшін де қам жеу керек, уайым адамда болуы керек.